Қайырлы күн, саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің жалғастыратын тақырыбымыз тағамдық қоспалар ретінде қолданылатын күрделі эфирлердің өкілдері. Алдымен кестеге назар аударсақ, біздің қарап өтетін эфирлеріміз бұл. Бірінші Е1504 атты этил ацетат, Е1505 триэтил цитрат, және де Е304 аскорбил пальмитат, және де Е305 бұл аскорбил стеариат деген тағамдық қоспаларды қараймыз. Ең біріншісі, яғни Е1504 тағамдық қоспасы, яғни этил ацетат деп айттық. Бұл синтетикалық шыққан хош иістендіргіштерге жатады екен. Физикалық қасиетіне келетін болсақ, этил ацетаты өткір иісті, балқу температурасы -83,6 градус Цельсий, молярлық массасы 88,11 грамм бөлінген моль, қайнау температурасы 77,1 градус Цельсий, және де суда этанол, эфир және де бензол қосылыстарында ериді екен. Жалпы зиянына келетін болсақ, осы тағамдық қоспа егер де қолданылатын болса, бұл көздің шырышты қабығын тітіркендіреді екен, тыныс алу жолдарының қабығын тітіркендіреді, және де теріге әсер етіп, дерматит немесе экзема деген аурудың алдын алады екен. Және де қолдануына келетін болсақ, бұл алкогольдің иісі мен дәмін жұмсарту үшін арақтың құрамында кездеседі екен, және де жеміс эссенцияларының құрамдас бөлігі ретінде қолданылады екен. Яғни кестеге назар аударатын болсақ, атауы этил ацетаты, категориясы хош иістендіргіш, шығу тегі жасанды, және де қаупі адам үшін егер де жоғарғы мөлшері адам үшін қауіпті екен. Келесі біздің тоқталатын тағамдық қоспамыз Е1505 атты триэтил цитрат күрделі эфирі, яғни бұл да синтетикалық шыққан хош иістендіргішке жатады екен. Сонымен қатар физикалық қасиеттері әлсіз жеміс иісі бар, өзіне тән майлы түсі, сұйықтық, қайнау температурасы, яғни 294 градус Цельсий, және де алкоголь мен эфирде араласады екен, және де судың орташа мөлшерінде ериді екен. Қолдануына келетін болсақ, құрғақ жұмыртқаның ақтығы үшін тұрақтандырғыш ретінде, немесе эмулгатор деп атаймыз, көбік шөгіп қалмас үшін сұйықтық шайқалған өнімдерде, яғни осындай пена туғызу үшін қолданылады екен, және де тағамдық тәттілендіргіштерге, иістендіргіш өндірісінде қолданылады екен. Яғни бұл эфир майлары, бальзам секілді хош иістендіргіш, хош иістен иіс беру үшін. Және де консистенцияның тұрақтандырғышы ретінде соя және салат майларының құрамында, кондитерлік өнім құрамында, сусындардың өндірісінде тұрақтандырғыш ретінде қолданылады екен. Кестеге келетін болсақ, триэтил цитрат атауы категориясы көбік түзгіш, немесе эмульгатор дедік, шығу тегі жасанды болып келеді, және де қаупі адам үшін мөлшері, яғни қауіп қатты төндірмейді екен. Және де келесі біздің тағамдық қоспамыз аскорбил пальмитаты, яғни Е304 атты антиоксиданттарға жатады, және де жасанды антиоксиданттың құрамы болып табылады екен. Физикалық қасиеттері ақ немесе сарғыш түсті, дәмі өзіне тән қышқыл дәмі бар, кристалды немесе борпылдақ күйінде кездеседі екен. Майлы және де органикалық сұйықтықтарды жақсы еріп, суда бірақ ерімейді екен. Пайдасына келетін болсақ, бұл жалпы организм құрамындағы токсиндер дейміз ғой, яғни шлактарды тазартып бейтараптандырады екен. Бос радикалды ұстау арқылы антиоксиданттық әсер деп айтамыз, яғни қарсы қосымша әсер туғызады екен, және де қан тамырларын тазартады екен. Яғни осындай антиоксиданттық әсердің көмегімен қан тамырларының құрамындағы токсиндерді жойып, қан құрамын тазартады екен. Және де коллаген синтезіне қатысады екен. Дененің барлық өмірлік жаңағы мүшелері немесе жүйелер деп айтамыз, сол жүйелердің жұмысын жақсартуға көмектеседі. Және де ас қорыту жолындағы жаңағы қышқылдарға ыдырау процесін жалпы баяулатады екен. Келесі қолдануына келетін болсақ, яғни суретте қарап өткеніңіздей, сүт, құрғақ сүт, яғни балалар тағамы, нан өндірісінде, және де ет, колбаса дейміз, сол өндірісте де қолданылады екен. Яғни және де мына жерде
таңғы астың, құрғақ таңғы астың тағамдық құрамында да қолданылады екен. Келесі, яғни кесте бойынша атауы аскорбиопальмитат, категориясы антиоксидант, шығу тегі жасанды және де адам үшін қаупі төмен болып саналады екен. Және де біздің келесі өтетін тағамдық қоспамыз Е305 атты аскорбиостериат. Яғни бұл да синтетикалық шыққан антиоксиданттарға жатады екен. Физикалық қасиеттері, яғни ақ немесе сарғыш түсті, кристалды немесе борпылдақ күйінде және де сумен араласпайды, яғни ерімейді екен. Бірақ басқа органикалық заттар, яғни спирт пен майлармен әрекеттеседі екен. Қолдануына келетін болсақ, яғни мына көріп отырғандарыңыздай маргарин майдың құрамында кездеседі, майонез түрлі соустың құрамында, құрғақ сүт және де ет, колбаса өнеркәсібінің құрамына да қолданылады екен. Кесте бойынша атауы аскорбиостериат, категориясы антиоксидант, шығу тегі жасанды, қаупі адам үшін, организм үшін төмен болып табылады екен. Осымен біздің бүгінгі тақырыбымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.